Тоқаев қазақ емес, ол қазаққа қызмет етіп жатқан адам емес, оны ешкім сайлаған жоқ. Ол бір адам дұрыс айтады, табуретка деп. Расымен Тоқаев табуретка. Біріншіден, оның баласы да, әйелі де Ресейде өмір сүреді. Сол жақта компаниялары бар. Өзі қалай президент болды, солай бастап қойған сол жақта. Екіншіден, ол Ресейдің Мәскеуге қызмет ететін шпионажы. Сосын Қытайда кезінде шпионаж жасаған. Сондай адам ешқандай да қазақ емес, қазаққа ешқандай жаны ашмайды оны. Өздеріңіз көріп жатсыздар ғой, ел былғып кетті, быт-шыт болып жатыр. Барлығы сатылып жатыр. Бүкіл кәсіпорындар, кен байтақ жерлер, жердің өзі гектарлап Ресейге бәлен миллиондап сатылып жатыр, бірақ біздің кәсіпкерлерге ол жер берілмейді, мысалға. Нағыз қанішер адам, білесіңдер қанша қазақты қырбат тастаған. Қазақстанның тарихын ұмыттыру мақсатында Ресейдің тарихшыларына Қазақстанның тарихын беріп қойып, бүкіл біздің оқулықтарды, кітаптарды қазір Ресейдің тарихшылары жазып жатыр, қазақтың емес. Қазақтың тарихын жазып, шындықты айтып жүргендерді кеше ғана Көпеев соған дәлел шығар. Солтүстік Қазақстан облысының жас жігіті, тарихшысы, соны соттап жатыр, қылмыстық іс ашып. Ол қазақ па? Жоқ. Бүкіл біздің киноиндустрияны, мультфильмдердің барлығын қазақы басшыларын алып тастап, орыс басшылығына беріп отыр. Алдағы уақытта сендерге қазақша кино көру арман болады. Міне, жетіскей. Жаңағындай бір Рудныйдың әкіміне шамасы жетпей отырған Тоқаевтың. Рудный әкім айтты ғой, маған қазақша балабақша керек жоқ, маған қазақ көше атаулары керек жоқ, маған көшіп келетін оралмандар, қазақтар керек емес деп интернетке айтып отыр анық-қанық. Көші-қон саясатынан қорқады, аттарды ауыстырудың барлығынан қорқады, СССР-ді мақтап жүр. Мен не үшін осыған дейін айтып келдім. Путиннің арманы қайтадан СССР-ді құру деп. Соған Тоқаев барынша көмек береді. Қазақстанда 2032 жылы референдум өткізеді деп айттым ма? Осы келе жатыр. Сіздер қазір бұны түсінбейтін болсаңыздар, Қазақстан қазірдің өзінде тәуелді мемлекет қой. Болашақ осыдан 60-70 жыл бойы қалай өмір сүріп келді? Өзінің тілін ұмытып, тығылып, намаз оқып, дінін ұмытып, салт дәстүрін ұмытып, наурызды 88 жылдан бастап тойлап, сол заманға қайттан келген кезде менің сөзімді түсінесіңдер. Оған келмес үшін қимылдау керек қой, кішкене қимылдау керек, айту керек бұл мәселені. Әлі шетелде жүрген активист белсенділерге ғана керек па? Қазақстанның жаңағындай болашағы. Не үшін олар ғана айту керек? Не үшін олар ғана қамалу керек? Не үшін мен ғана қамалу керек? Барлығы бірдей, бір қаладан 10 мың, 100 мың адам шықса, олардың шамасы жетпейді, қоғам өзгеру керек. Соны түсініңіздер.